Ғарыш қырандары. Танымдық сабақ. Мақсаты: тарихқа шолу жасай отырып, тыңдаушыларға ғарыш туралы мағлұмат беру, қазақ ғарышкерлерімен таныстыру, тыңдаушылардың есте сақтау қабілеттерін дамыту, ой өрісін кеңейту, сөздік қорларын молайту, отансүйгіштікке, адамгершілікке, батыр ағаларымызды үлгі тұтуға және салауатты өмір салтын ұстануға тәрбиелеу. Қазақстан аумағында орналасқан Байқоңыр ғарыш айлағы ғылымның ең озық саласы үшін 60 жылдан бері қалтықсыз қызмет етіп келеді. Аттары аңызға айналған тұлпар топтың мүшелері, қазақ ғарышкерлері Тоқтар Әубәкіров, Талғат Мұсабаев, Айдын Айымбетов туралы шертетін толғамды сыр аз емес. Мың 1991 жылы 2 қазанда Тоқтар Әубәкіровтің ғарышқа ұшқан күні Александр Волков және Франц Фибектермен бірге Союз ТМ-13 ғарыш кемесімен ұшырылды. Күллі түркі халықтарының тұңғыш ғарышкері. 2001 жылы Стамбул қаласында түріктің тұңғыш ғарышкері атағын Түркия елі берді. Әлемнің 256 ғарышкері. Тәуелсіздік алған жылы қазақ ғарышқа ұшты. Жаңыз менің мақтанышым емес, халықтың мақтанышы болды. Қазақ ұшқанына, ғарышқа ұшқанына. Қонғанда әрбір қазақтың көзіне қарап, бойына қарасақ бәрі бетінде жазылып болды. Мен көздерімде жас ағып, ей Тоқтар, мен де сенімен ұшып барғандай болдым деп, жүрегі жарылып, қуанып. Соған мен ойлаймын, тәуба, ол міне егемендің бір биттей ғана тоқтасы, жетістігінің бірі. 1994 жылы ғарышқа бірінші рет ұшқанда 126 күн ғарышты өткізген. 1998 жылы ғарышқа екінші рет ұшқанда 208 күн ғарышты өткізген. 2001 жылы ғарышқа үшінші рет ұшқанда 8 күн ғарышты өткізген. Әлемнің 309 ғарышкері. 1994 жылдың 1 шілдесі Байқоңыр ғарыш айлағынан Союз ТМ-13 кемесі көкке самғап, орбитаға сәтті көтерілді. Кеме бортында Талғат Мұсабаев. Бұл күн тәуелсіз Қазақстан тарихында мәңгі сақталатыны анық. Қазақтың перзенті алғаш рет ашық ғарышқа шықты. 126 тәулікке созылған сол сапарында ол ашық кеңістікте 11 сағат 7 минут өткізген. Айдын Айымбетов 2015 жылы 2 қыркүйектен 12 қыркүйекке дейін экипаж құрамында кеме командирі ресейлік Сергей Волков және Дания корольдігінің астронавты Андрес Могенсенмен Союз ТМ-18М ғарыш кемесінің борт инженері ретінде ғарышқа ұшты. Тоқтар Әубәкіров әлемнің 256 ғарышкері. Ол қаһарман атанып, қазақ халқының мерейін тастар сәттен бұрын ұшақпен ұшудың жаңа әдісін тәжірибе жүзінде көрсетті. КСРО-да тұңғыш рет МиГ истребителін трамплиннен түскендей төменге құлдилатып, теңізге жақындай бергенде лезде көтеріп әкеткен Тоқтар Әубәкіровтің ғажап өнеріне бүкіл әлем көз тікті. Аса қауіпті, ешқандай қателікті кешірмейтін осы сынақ үшін ол Гиннестің рекордтар кітабына енді. Ал Талғат Мұсабаев әлемнің 309 ғарышкері. Кеңес одағының 2 мәрте батыры ұшқыш Талғат Бигелдиновтың есімін еленіп, жолын жалғаған ол бір айда 5 рет, яғни 30 сағат 8 минут ашық ғарыш кеңістігіне сапарлаған үшін Гиннестің рекордтар кітабына енді. Тағы бір қызық дерек, Талғат Мұсабаев алғашқы ғарыш хирургы бейресми мәртебесінде алған. 2001 жылы ғарышқа бірге аттанған америкалық миллионер, турист Денис Тито әуе кемесі ішінде басын жарақаттайды. Экипаж командирі ретінде қазақ ғарышкері аспан кеңістігінде ұшып жүріп, жарасын тігеді, орап таңады. Осылайша Талғат Мұсабаев елінің ғана емес, бүкіл әлемнің батыры, ғарышкерлердің қорғаны атанды. Тағы бір қызық дерек, әлемнің 545 ғарышкері жерлесіміз Айдын Айымбетов пен Тоқтар Әубәкіров бір күнде, бір айда дүниеге келген. Бір оқу орнының, бір училищенің түлектері. Оқуды аяқтаған, ғарышқа ұшқан жылдарының арасында бірдей 24 жыл. Екеуі де сәрсенбінің сәтті күні көкке самғады.
Енді мынаған қараңыз. Тоқтар Әубәкіровтің ғарышқа ұшқандағы командирі Александр Волков болса, Айдын Айымбетовтікі Александрдың ұлы Сергей Волков. Табандылық кез келген кедергіні жеңеді. Кез келген адам ғарышкер бола алмайды. Ол үшін мықты денсаулық, ерік пен мінезді өз дегеніне бағындыра біліп, білім жинақтау жолында да табандылық көрсету қажет. Сонда ғана адам алға қойған мақсатына, аңсаған арманына жетеді. Назарларыңызға рахмет.